Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қазақ тілінен өткен жолғы сабақтың ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір бізде лексика саласының екінші бөлімін қарастырамыз. Өткен жол біз басын бастадық. Енді осы екі сабақпен біз аяқтаймыз. Лексика саласында мен өткен жолы қолдану аясы шектеулі сөздер деген тақырыппен аяқтадық. Енді қолдану аясы шектеулі сөздерге не жатады? Яғни аты айтып тұрғандай, бұл сөздер барлығына жалпыға бірдей қолданысты емес. Яғни барлық адамдардың бәрі оны түсіне бермейді. Бұл сөздер бізде кәсіби сөздер, термин сөздер, көнерген сөздер, диалект сөздер, тұрақты тіркестер, табу сөздер, кірме сөздер, неологизмдер және нақыл сөздер мен мақал мәтелдерді де қостым. Енді олардың бір-бірінен айырмашылығын білу үшін де бұл керек. Келесі бізде лексикада кәсіби сөздер, яғни аты айтып тұрғандай белгілі бір кәсіпке байланысты, белгілі бір кәсіппен айналысатын адамдардың ғана түсінетін белгілі бір сөздері болады. Кәсіби сөздерді термин сөздермен шатастырмаймыз. Термин сөздер ол бізде белгілі бір ғылымға қатысты болса, кәсіби сөздер, яғни кәсіпке нақталғанда шаруашылыққа қатысты сөздер. Сондықтан оны барлығы біле бермейді. Жалпы кәсіби сөздерді біз екіге бөлеміз, яғни кәсіптің өзі екіге бөлінетін сияқты. Қолөнершілікке байланысты кәсіби сөздер және ауыл шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер. Қолөнершілікке байланысты кәсіби сөздерге мысалы алғанда пұшқы деген сөз жатады. Оның мысалы жай адам басқа бір кәсіпке қатысы жоқ адам естісе, бұның не екенін білмеу мүмкін. Бұл араның түрі, немесе пәрбі, бұл шойыннан жасалған тескіш құрал. Осындай сөздердің біз барлығын қарастырып үлгермейміз. Сондықтан сіздерге белгілі қазақ тілінен бір дәптер бастап, енді осыны бастадыңыздар, сабақтарды жазып жатсыздар деген ойдамын. Қолөнершілікке қатысты қандай кәсіби сөздер бар, соның барлығын әртүрлі ресурстардан, интернеттен, кітаптардан, қазақ тілі кітаптарынан, оқу.kz сайтындағы сол жерде берілген әртүрлі кәсіби сөздерді теріп, белгілі бір өздеріңізге сөздік сияқты ма сақтап, теріп, барлығын жинастыруға тырысыңыздар. Сонда біліп жүруге. Келесі бізде ауыл шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер. Бұл жерде оның да бірнеше түрі бар. Мақта шаруашылығында қолданылатын сөздер, мысалы пая ол мақтаның сабағы, шиет ол мақтаның тұқымы деген сияқты. Одан кейін жүгері шаруашылығында қолданылатын сөздер, дүмбі, сота деген сияқты сөздер. Келесі бізде бау-бақша шаруашылығында қолданылатын сөздер, әңгелек, торлама, қызылша шаруашылығында қолданылатын сөздер, қылша, өркен, немесе соңғысы мал шаруашылығында қолданылатын сөздер, яғни жүген, құрық, шылбыр деген сияқты. Мұның барлығын осы бөлімі бойынша кесте сызып, осы әрбір түріне жекелеп, көбінесе барынша көп мысал жинауға тырысайық. Біз өзіміз кітапты ашып, ішінен бір жаңа ақпараттарды іздеуге тырысқан кезде біздің миымыз жақсы жұмыс істей бастайды. Және ол өзіміз іздеп тұрып тапқан ақпарат есте жақсы сақталады. Сол үшін бұл жердегі мысалдар бір бөлек, әрине бұл жердегі мысалды да жазып алыңыздар. Бірақ одан бөлек бұл ғана сөздермен шектелмейді ғой кәсіби сөздер. Бұдан да көп сөздер бар. Сондықтан оның бәрін әртүрлі ресурстардан іздеуге тырысайық. Келесі бізде термин сөздер. Терминнің кәсіби сөздерден айырмашылығын айттық. Бұл термин ғылымға қатысты болады. Кәсіби сөздер шаруашылыққа қатысты, термин сөздер ғылымға қатысты. Термин сөздердің өзі екі түрлі болады. Баламасы бар және интернационалдық. Баламасы бар сөздерді біз екіге бөлеміз. Жергілікті және көне сөздерден жасалған, немесе сөздерді біріктіру арқылы жасалған дейміз. Жергілікті және көне сөздерден жасалған дейін, яғни өзіміздің тілімізде бұрыннан бар сөздерді аламыз да, мысалы бұрын қолданылып, мысалы орысша қолданылып жүрген сөзді аламыз да, өзіміздің тілімізде бар екі сөзді біріктіріп,
бір жаңа бір термин береміз, сол сөзге атау береміз, қазақша термин береміз. Мысалы универсал деген сөзді біз әмбебап деп айтамыз. Устав дегенге біз жарғы деген жаңа термин ретінде енгіздік. Жарғы деген біздің тілімізде бұрыннан бар сөз еді. Қазіргі таңда заң саласында заң ғылымдарына қатысты осы сөзді жарғы деп қайтадан көне сөзді алдық та енгіздік. Рынок дегенді нарық деп, комплекс дегенді кешен деп. Ал келесі бір тобы, сөздер тобы, терминдердің, бұл тілімізде бар сөздерді біріктіру арқылы жасай саламыз. Яғни семья деген орысша сөзді, ол терминге, енді семья деген сөз тек жай сөз емес, термин ретінде де қарастырылады. Белгілі бір, мысалы, социология ғылымында, басқа да ғылымдарда, бұл психологияда бұл белгілі бір термин, иә. Сондықтан оны термин ретінде қарастыру үшін оны жаңа бір тілімізде бар екі сөзді біріктіру арқылы от және бас деген сөзді қосу арқылы бір сөз шығардық. Немесе музей, герб, гимн деген сөздерді мұражай, елтаңба, әнұран деп қазақша термин атау бердік. Келесі терминдердің түрі ол интернационалдық терминдер. Ат айтып тұрғанда, яғни интернационалдық. Барлық ұлттарда, барлық халықтарда, барлық елдерде бұл терминдер осы күйінде қолданылады. Бұларды біз қазақшаға аудара алмаймыз. Бұл яғни ғылымға қатысты терминдер. Көбінесе бізде математикаға қатысты, химияға қатысты сөздер, терминдер, яғни коэффициент, синус, косинус дегендер, аммиак, озон дегендер біздің елде қалай қолданылса, басқа халықтарда да тура солай қолданылады. Өйткені бұлар басқа тілге аударуға келмейді. Келесі бір тобы көнерген сөздер, яғни бұл термин сөздерге, неологизмдерге қарама-қарсы қоюға болады. Бұл сөздер қазіргі таңда біздің тілімізде қолданыстан шығып қалған, мағынасын көбісі біле бермейтін, мағынасы көмескі сөздер. Көнерген сөздердің өзін біз екіге бөлеміз: историзмдер және архаизмдер. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Историзмдер, оларды енді түбіріне қарасаңыздар, история деген сөзден шығып тұр ғой, историзм, тарихи сөздер. Яғни бұл сөздер шынында алып қараған кезде біздің қазіргі тілімізде қолданыста мүлдем жоқ. Бұл сөздерді біз қазір мүлдем қолданбаймыз. Тек бір тарихи шығармалардан, ескі бір кезеңді суреттейтін бір романдардан ғана кездестіруге болады. Бірақ күнделікті өмірде біз оны мүлдем қолданбаймыз. Яғни мүлдем тілден шығарып тастағанбыз бұл сөздерді. Мысалы, болыс деген сөз, ол тарихқа қатысты бұрын болған шығар. Мұндай шен, атақ деген қазір ондай жоқ. Ауылнай деген болды бұрын, қазір жоқ. Уәзір дегеннің өзін біз қазір қолданбаймыз. Сол секілді. Ал архаизмдердің, историзмдерден айырмашылығы, архаизмдер қазір біздің қолданыста бар. Бұл көнерген сөз, бұл көне сөз болса да, біздің тілімізде ол қолданылады. Оның себебі архаизмдер салт дәстүрмен байланысты сөздер. Яғни салт дәстүр біз 21 ғасырға дейін жетсек те, сол құда түсу, сырға салу деген сияқты салт дәстүрлерді, сонау заманнан келе жатқан салт дәстүрлерді осы заманда да біз оны қазіргі заманға сай қылып өткізіп жатырмыз. Сондықтан сол жерлерде айтылатын сөздер осы архаизмдер. Көне заманда қалай қолданылды, қазір қайтадан қолданысқа еніп жатқан сөздер. Мысалы, сәукеле деген сөзді алсақ болады, кебеже деген сөзді алсақ болады. Бұлар біздің қазіргі тілімізде қолданыста бар. Келесі диалект сөздер, енді бұны білесіздер деп ойлаймын. Бұл белгілі бір жерде аумақтық, әлеуметтік жағынан біріктірілген, шоғырланып орналасқан, белгілі бір жерде ғана тұратын адамдардың өзінің бір қолданатын сөздері. Оны бір басқа өңірдің адамы түсінбеуі мүмкін. Басқа өңірде қолданылатын сөзді сол өңірдің адамдары білмеуі мүмкін. Bir заттың өзін, мысалы, Қазақстанның әр өңірі әртүрлі айтады. Бірақ шын мәнінде диалект сөздер тым көп болған кезде тілде халықтар, бір мемлекеттің астында тұратын адамдар бір-бірін түсінуі қиын болады. Бірақ біздің қазақ тілінде негізінде былай алып қарағанда, ғылыми тұрғыда алып қарағанда, диалект сөздер бар деп айта алмаймыз. Қазақ тілінде диалект сөздері жоқ, орнына говор бар деп айтамыз. Яғни біз бір сөзді айтсақ, оның мағынасын бәрібір түсініп тұрамыз. Бірақ оны олай қолданбасақ та. Ал диалект дегеннен мүлдем
бір-бірін түсінбейтіндей халге жететін кезде оны диалект деп айтады. Бұл көбінесе Қытай тілінде көп кездеседі. Мысалы, Батыс Қытай мен Шығыс Қытайда тұратын адамды бір-бірімен кездестірсе, олар бір-бірімен сөйлескенде мүлдем түсінбейді дейді. Өйткені олардың сөйлеу тілі жалпы сөздердің мағынасын беру интонацияға құрылғандықтан, оларда диалект өте қатты бөлінеді. Ал сол сияқты басқа тілдермен салыстырғанда біздің қазақ тілінде ондай емес. Бірақ біз енді сонда да мына сөздерді диалект ретінде қарастырамыз, өйткені ол бізге тестте келеді солай. Мысалы, жаңағы тұқым деген сияқты басқа оңтүстік өңірлерде солай қолданылса, әдеби нормаға бұл негізінде сай емес. Көпшік деген сөз басқа, мысалы Батыс Қазақстанда көпшік деп қолданылады, басқа өңірлерде ол жастық деп қолданылуы мүмкін. Осы сияқты сөздер бізде диалект сөздер. Келесі бізде тұрақты тіркестер, фразеологизмдер деп айтады басқаша. Ат айтып тұрғандай, бұл сөз тіркестері тұрақты болады. Олар екі немесе одан да көп сөздің тіркесу арқылы жасалады және бір ғана ұғымды білдіреді. Бірақ тұрақты тіркестердің өзіне тән ерекшелігі бар. Сол ерекшеліктердің бірі құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейді. Яғни ат айтып тұрғандай тұрақты ма? Олар тұрақты. Бірінші сөзді алып, үшінші сөздің орнына қоя алмаймыз. Екінші сөзді апарып бірінші орынға қоя алмаймыз. Егер солай жасайтын болсақ, ол сөздердің мағынасы болмайды. Тұрақты сөз тіркесінің мағынасы оның құрамындағы сөздердің мағыналарынан алшақ болады. Яғни келе жатырмын, бара жатырмын деген сияқты бір ғана қимылды білдіретін ұғымдар емес. Бұл жерде екі сөз біріксе, екі түрлі мағынадағы сөз бірігеді деп бір мағынаны береді. Және егер ол сөйлемнің ішінде келетін болса, ол құрамындағы сөздердің барлығы бір ғана синтаксистік қызметті атқаратын болады. Мысалы, бізде ит өлген жер, яғни шынымен де бұл үш сөзден құралған тіркес, бірақ бір ғана мағынаны береді, алыс деген мағынаны береді, және оның құрамындағы сөздердің орнын ауыстыра алмаймыз. Жер, өлген ит, жер деп айта алмаймыз. Және бұның ішіндегі сөздердің мағыналары бір-бірінен алшақ. Ит пен жер деген сөздің мағынасы мүлдем бір-бірінен алыс. Бірақ сөйлемнің ішінде келсе, ит өлген жерде қалып кетті десе, қайда қалып кетті ит өлген жерде деп пысықтауыш ретінде бір ғана сөйлем мүшесі ретінде аламыз. Қас қаққанша деген, мысалы, тез дегенді білдіреді, бетінен оты шықты, яғни ұялды дегенді білдіреді. Осы секілді фразеологизмдерді, тағы қандай басқа фразеологизмдерді бұрын естідіңіздер, білесіздер, соны да тізіп, жазып алғандарыңыз дұрыс. Және көркем шығармаларда да фразеологизмдер өте көп кездеседі. Әдебиеттен енді алда тағы да көркем шығармалар оқисыздар ғой. Және ескертерім, әдебиеттен осы уақытқа дейін, егер белгілі бір спецификациядағы көркем шығармаларды әлі оқып үлгермеген болсаңыздар, қазірден бастап оқи беріңіздер. Сол жерде егер кездесетін болса, осында диалект сөздер немесе фразеологизмдер, оны міндетті түрде қазақ тілге жазып алыңыздар. Яғни екі пәнді бір-бірімен байланыстыра отырып дайындалған анағұрлым тиімдірек болады. Келесі бізде табу сөздер. Табу сөздер ескі наным сенім бойынша атын атауға тыйым салынған сөздер. Яғни бұрынғы кезде халықтың мынадай бір ұғымында мынадай ой болған. Егер жаман нәрсе болса, оны біз атын айта берсек қайта-қайта, немесе өзінің атын айтатын болсақ, ол нәрсе көбейіп кетеді деген сондай бір наным сенім болған. Сол себепті де олар ол нәрсенің атын атамауға тырысқан, не болмаса бір басқа атпен айтқан. Мысалы, табиғаттың бүлек күшіне байланысты қалыптасуы мүмкін. Яғни найзағай қайта-қайта түсе беретін болса, ол үлкен апаттарға әкеледі. Найзағай адамға түсуі мүмкін, жануарларға түсуі мүмкін, жалпы түскен жерінде өрт шығуы мүмкін. Содан қатты қорыққан, мысалы, бұрын далада киіз үйде өмір сүрген халық, оның атын атамауға тырысқанда найзағай деп емес, жай деп айтқан. Не болмаса, белгілі бір жыртқыш аңдардың
көбейіп кетуінен сақтанған. Мысалы қасқыр деп көп айта берсек, ол көбейіп кетеді деп ойлағандықтан оған ұлыма деген басқа бір атау берген. Не болмаса, бұрынғы кезде жұқпалы аурулар кең тараған уақытта, оны да көп тарап кетпесін деп аурудың аттарында өзінің атымен атамаған. Не болмаса, жай ғана жаман ауру деп қана айтып қойған, не болмаса оған бір басқа бір атау берген. Және табуға бізде жатады, жаңа түскен келіннің қайын жұртының атын мен атамауы табуға жатады. Бұл енді дәстүр болса да, қазақ тілінде бұны табу сөздерге жатқызамыз. Келесі бізде кірме сөздер. Тіларалық қарым-қатынас нәтижесінде тарихи оқиғаларға байланысты бір тілден екінші бір тілге енген сөздер, ауысқан тілдік элементтер. Мысалы, қазақ тілінде өзі кірме сөздер үш тілден енеді. Ол бізде моңғол тілі, араб парсы тілі және орыс тілі. Моңғол тілінен енетін сөздер білеміз, бұл моңғол шапқыншылығы кезеңінде болған оқиғаларға байланысты. Бұл сөздердің өзі қазір көп қолданылмайды. Ол яғни жасақ, ұлыс, нөкер деген сияқты соғысқа байланысты сөздер. Келесі бізде араб парсы сөздері. Бұл енді ғылымның дамуына байланысты, қазақтарға ислам дінінің енуіне байланысты енген сөздер. Бұның көбісі кітап, мектеп, дәптер деген сияқты сөздердің көбісі араб парсы тілінен енген. Келесі және тарихи оқиғаларға байланысты орыс тілінен енген сөздер. Оны да өте жақсы білесіздер деп ойлаймын. Жәшік, не болмаса кереует деген сияқты сөздер. Келесі бізде неологизмдер, ол ат айтып тұрғандай нео, ню, жаңа деген сөзден шыққан, яғни жаңа тіліміздегі жаңа сөздер. Кейбір сөздер енді жаңа болып көрінгенмен, олардың өзінің тілімізге қосылғанына бір 50 жыл уақытта болып қалды. Сондықтан жаңа сөздердің өзі уақыт өте келе тілде уже бар сөз, бұрыннан бар сөз немесе көне сөз болып қалуы да мүмкін. Мысалы, мына жерде аялдама деген сөзді біз жаңа сөзге жатқызамыз. Компьютер деген сөздің өзі қазір енді жаңа сөз деп айту бір жағынан қиын, өйткені компьютердің өзінің алғашқы пайда болуына да біраз 20 жылдан аса уақыт өтіп кетті. Қазіргі таңдағы жаңа технологияның дамуымен тілімізге еніп жатқан сөздер. Келесі бізде мақал мен мәтелдер. Сіздерге осы екеуін бір-бірінен қалай айыруға болатынын айтып кеткім келеді. Мақалда өмірдегі барлық құбылыстар жинақталады да, ықшамдалып, бір жолмен берілуі мүмкін, немесе екі жолды тармақпен беріліп, алдыңғы айтылған ой кейінгі жолда қорытылатын болады. Яғни мақалдың басты ерекшелігі ол жерде ой толыққанды беріледі, айтқысы келіп тұрған ойды анық жеткізеді. Ал мәтелде өзінің ойын кесіп айтпайды, және бір түрлі түсініксіз ой аяқталмай қалған сияқты болып қалады. Яғни бір ишарамен береді ойды, тұспалдап береді, яғни нақты бермейді, және қысқадан нұсқа болады. Бір ғана жолдан тұрады, екі жолдан тұратын мәтел болмайды. Енді екеуінің ерекшелігі мақалдың құрылысына қараймыз. Құрылысы жағынан мақал көбінесе құрмалас сөйлем болып келеді. Еңбек етпесең, елге өкпелеме, егін екпесең, жерге өкпелеме. Яғни бұл жерде шартты бағынқыл сабақтас ретінде құрылған сөйлем. Ал мәтелде жай сөйлемге құрылады. Мысалы, көп түкірсе көл, басқа бәле тілден деген сияқты. Және мақалдың мазмұнында істің себебі мен салдары бірге айтылады да, шарты мен нәтижесі бірге беріледі. Бірақ оны кейбір сөздерін, шартты білдіретін сөздерді жасырып қалады. Мысалы, ісім өнсін десең, еңбек ет. Оны егер былай ашып жазатын болсақ, егер ісім өнсін десең, онда еңбек ет деген толыққанды сөйлем шығады. Ал мәтелде істің салдары айтылуы мүмкін, себебін бізге бермейді. Яғни сабыр түбі сары алтын дейді, бірақ ол не үшін оның сабыр түбі сары алтын екені айтылмайды. Яғни салдары ғана бірден айтылады. Жалпы қазақ тілінде мәтелдер өте көп деп айта алмаймын. Бір отырып мәтелдердің нешеу екенін бір санамалап шығып, өзі бір 15-20 шақты болуы мүмкін, интернеттен, кітаптардан іздеп, осы мәтелдерді жазып алыңыздар. Сонда нақты қайсы мәтел екенін біліп жүресіздер. Бүгінге бізде осы. Қалған енді келесі грамматика бөлімін келесі сабақта бастаймыз. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.